Мета компаниясы өз мета әлемдерін жабады. Ақылсыздардан ақша алу жобасы өз мерзімін аяқтады. 2021 жылы Марк Цукерберг кенеттен адамдардың басына ауыр құрылғы киюге дайын екенін шешті. Және ұзақ уақытқа виртуалдылыққа ену. Арзан балалар конструктор сияқты көрінетін. Марк Цукерберг инвесторларды көптеген пайдаланушылар оның виртуалды әлемдерінде өмір сүріп жұмыс істейтіндігіне сендірді. Ири компанияның басшысы бұл интернеттің дамуы бойынша жаңа принципті қадам екенін айтты. Ол өз ниеттерінің сериуснесін дәлелдеу үшін әлемге әйгілі Facebook'ты ескі сөз мета деп қайтатады. Бұл стратегиямен келісуге үлкен компанияның басшылығы. Мұнда өте ақылды және тәжірибелі адамдар отыруы тиіс. Таңғаларлық. Көптеген жылдар бойы виртуалды кеңістіктерді жасауға талпыныстар жасалды. Және әрдайым сәтсіз. Sony компаниясы сәтсіздікке ұшырады. Google компаниясының ештеңе шықпады. Барлық көпсіз жобалар әмбебап үш өлшемді әлемдерді құру бойынша сәтсіздікке ұшырады. Пандемия кезінде карантинде көмектеспеді. Адамдар өз өмірі мен жұмысын қуыршақ виртуалды кеңістікке көшіруге табанды түрде қарсы. Интернеттің артықшылығы қашықтықтарды жойылуы. Үш өлшемді мета әлемдер ақпаратты жеткізуге кедергі келтіреді. Үш өлшемді сахнаға мәтіндік хат алмасу үшін кіру ақымақтық. Үш өлшемді аватармен бейне сөйлесу идиотизмнің шыңы. Сондықтан мета әлемді құруға жасалған барлық әрекеттер сәтсіз болды. Мұндай жобаны бастау мағынасыз болды. Ол сәтсіздікпен аяқталады. Неліктен Facebook компаниясының директорлар кеңесі алдын ала сәтсіздікпен аяқталатын қымбат жоспарға келісім берді. Өйткені оларда жаңалық болды басында кастрюль. Пасха кию үшін кастрюльдер ақымақтарға әлі ешкім сатпаған. Марк Цукерберг нағыз гений. Ири компаниялардың қаржылық пайдасы олардың нақты не істейтініне байланысты емес. Ал олар қанша жаңа кредит тартып, акция шығаратынына байланысты. Қызығушылықты тарту үшін жұртшылықты қызықты жаңалықтармен дүріктіру керек. Facebook әлеуметтік желі ретінде ұзақ уақыт бойы шектеуге тірелді. Барлық нәрсені ойлап тауып жүзеге асырды. Facebook тежегіш монстрға айналды. Оны жақсарту мүмкін емес. Цензура, блокировкалар және пайдаланушылардың жеке ақпаратын жариялаумен байланысты даулар тізбегі өтті. Әрине, Facebook суға батпайды, ол тым үлкен. Бірақ инвесторларды әдемі жаңалықтармен тарту керек. Маңызды емес жаңа бағыттармен кейін не болатыны. Цукерберг ауқымды жоба ойлап тапты. Интернетте нағыз революция жасайтынын айтады ма? Қызық. Бастау кезінде инвестиция салудың мәні бар. Facebook'тан басқа компанияларда виртуалдықты сату арқылы едәуір табыс тапты. Адамдар жақын арада виртуалды әлемдерге көшеді деген айқайлармен, тойымсыз ақымақтарға жоғары бағамен бос нәрсені сатты. Біз сонда өмір сүріп жұмыс істейміз, басымызда ауыр шелек көтер. Журналистер жұртшылықты талқылаулармен көңіл көтеріп, ақымақтарды ақша салуға итермеледі. Цукербергтің мета әлемдерінің негізгі мақсаты инвесторларды тарту және адамзатты көңіл көтеру. Және бәрі болды. Міндет сәтті орындалды. Жабуға болады, жоба өз жұмысын атқарды. Ертең офлар ақымақтарға бос нәрсені сатудың жаңа әдісін ойлап табады. Осы іске олар мамандар.